Good day, dear children. Now today's lesson, school rules on pages 26 and 27. Қайырлы күн балалар, бүгін біз мектеп ережелері деген тақырыпты өтеміз. Кітабымыздың 26-27 бетін ашамыз. Осы беттегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар балалар. Now let's begin to do exercise 22. Read and choose and listen and check. Яғни мектеп ережелерін mustn't деген алдыңғы сабақта өткен модальді етістіктерді қолдана отырып дұрыс нұсқасын белгілеуіміз керек. Бірінші, we must wear uniform, яғни біз мектеп формасын киюге міндеттіміз. We mustn't chew gum, яғни біз сағызды шайнамауымыз керек. Мектептің ережелеріне де кіреді. Осылай барлығының дұрыс нұсқасын жазып, менің жауабымен берге тексеріп алсаңыздар болады. Мектеп ережелерін әрдайым біліп, және соны ұстанып жүрейік балалар. Exercise 23. Where were they yesterday? Read and match and say. Яғни кеше олар қайда болды, соны біз табуымыз керек. You must be quiet. Сен тыныштық сақтау керексің. You mustn't dive. Сен сүңгімеу керексің. You must keep off the grass. You mustn't park your car here. You mustn't feed the animals. You must stand behind the yellow line. Яғни астындағы ABC-лармен, яғни сәйкестендіруіміз керек балалар. Яғни өздеріңіз ережені дұрыс сәйкестендіру арқылы бұл олар қай жерде болғанын табуымыз керек, және де менің дұрыс нұсқамен міндетті түрде тексеріп алсаңыздар болады балалар. Talk with your friends and write your classroom rules. Яғни досымызбен сөйлесеміз, және де өздерінің сынып ережелеріңді жазыңдар дейді балалар. Яғни әр сыныптың өзінің ережелері болады. Яғни мен өз нұсқамды қалдырдым. Мысалға, we mustn't eat in class. Яғни біз сыныпта тамақ жемеуіміз керек. We mustn't chew gum. Яғни біз сыныпта сағыз шайнамауымыз керек. You must be kind of others. Яғни басқаларға мейірімді болуымыз керек, көмектесіп жүруіміз керек деген сияқты. Осылай өздеріңіздің сыныптарыңыздың ережелерін жазсаңыздар болады бұл тапсырмада. Exercise 24. Classroom rules. Follow the classroom rules when you go to school. Follow the classroom rules because that's how to be cool. You must stay in your seat and keep your desk neat. Follow the classroom rules because that's how to be cool. You must be there on time and never jump the line. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Яғни балалар, бұл жерде сынып ережелеріндегі туралы айтылған. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 25. Let's play дейді, яғни ойын ойнаймыз дейді балалар. Мына жерде сөз тіркестері берілген. Listen to loud music, be late, worry your boats деген секілді. Соларға mustn't қолданып отырып, өзіміздің ережемізді жазсақ болады. Мысалға, we mustn't listen to loud music, яғни музыканы біз қатты тыңдамауымыз керек. You mustn't be late, біз кешікпеуіміз керек деген секілді. We mustn't eat in bed, яғни төсекте біз тамақ жемеуіміз керек деген секілді. Осылай сөз тіркестерін пайдалана отырып, өзіміз жазамыз. Мысалға, сен үшін не істемеу керек, не істеу керек. Осымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. See you next lesson.